2023 оқу жылының аяқталуына орай аттестат тапсыру кештері ұйымдастырылып жатыр. Түлектердің амандығы мен өмір қауіпсіздігі алдыңғы қатарда. Сондықтан қала көлемінде қала прокуратурасы, қалалық ішкі істер басқармасы мен білім бөлімі бірлікте ағымдағы жылдың 13 маусым мен 1 шілде аралығында күшейтілген рейд жұмысы жүргізетінін ескертеміз. Қалада ешқандай көлік жалдамай, кортеж жасамауға, жол ережесін бұзбай тәртіпке бағынуға шақырамыз. Сонымен қатар, жаз мезгілі болғандықтан қауіпті аймақтарда рұқсат етілмеген жерлерде суға түспеңіздер. Ата-ананың заңды өкілінсіз кешкі мейрамханаларда, ойын-сауық орындарында, далада түнгі сағат 23:00-ден кейін жүруге болмайтынын ескертеміз. Мұның бәрі балалар қауіпсіздік үшін жасалып жатқан істер екенін ұғынуымыз қажет. Ұрпақ саулығы, ұлт келешегі, балалар қауіпсіздігі әрқашан басты назарда. Маңғыстау облыстық білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша білім бөлімі.